Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қысқаша хабарымыз Қазақстан әуе қорғанысы күштерінің сапындағы әмбебап әскери көлік ұшағы Си-295 жөнінде болмақ. Ендеше кеттік. Си-295 бұл екі цилиндрлі турбовинттік тактикалық әскери көлік ұшағы. Ол Испаниядағы Airbus Defence and Space және Индонезиядағы Indonesia Aerospace CN-295 ретінде шығарылған. Си-295 Испанияның Севилья қаласында орналасқан Сан-Паулу әуежайындағы Airbus Defence and Space-ға қарасты заводтарда жасалады және құрастырылады. Бұл CAC-17 CN-235 испаниялық индонезиялық көлік ұшағының жетілдірілген түрі. Бұл ұзартылған фюзеляжымен және 50%-ға дейін арттырылған жүктемемен және жаңа Pratt Whitney Канада PW127G турбовинтті қозғалтқыштарымен жабдықталған. CACA 1996 жылдың қарашасында Си-295 ұшақтарын құрастыруды бастады. Алғашқы прототип 1997 жылдың 28 қарашасында алғаш рет әуеге көтерілді. Испанияның әскери әуе күштерінен 9 Си-295 ұшағына тапсырыс 1999 жылдың сәуірінде жарияланды. Желтоқсан айында ол испандық Dirección General de Aviación азаматтық авиациясы және ақш-тың федералды авиация әкімшілігінен ұшуға жарамды деген сертификат алды. Испания әуе күштеріне ұшақтарды жеткізу 2001 жылдың қарашасында басталды. 2012 жылы Airbus Military Си-295 ұшағының негізгі конструкциясының бірнеше жетілдірілген түрін жариялады. Оның ішінде Марте кемеге қарсы зымыран алып жүру және борттық алдын ала анықтау мен басқарудың әуедегі арнайы нұсқасы да жоспарланған болатын. 2015 жылдың қарашасында Си-295 жаңа өзін-өзі қорғау жиынтығын сәтті көрсетті. Қанаттарының ұзындығы 25,81 метр, ұшақтың ұзындығы 24,40 метр, ұшақтың биіктігі 8,82 метр, қанаттарының ауданы 59,10 метр квадрат. Салмағы, бос ұшақтың салмағы 11.200 килограмм. Қалыпты ұшу салмағы 20.700 килограмм. Максималды ұшу салмағы 23.200 килограмм. Жанар жағар майы 7600 литр. Екі типті қозғалтқыш PW127G, круиз жылдамдығы 482 шақырым сағатына. Ұшу қашықтығы 3000 килограмм жүкпен 4600 шақырымға дейін ұшалады. 6000 килограмм жүкпен 3700 шақырымға дейін ұшалады. Максималды жүктемесі бар қашықтық 9250 килограмм жүкпен 1300 шақырымға дейін ұшалады. Және ұшу қашықтығы 5400 шақырым. Биіктік 7600 метр. Экипаж 2 адам. Пайдалы жүктемесі 69 сарбаз немесе 48 парашютші немесе 27 зембіл 4 еріп жүруші санитарымен. Қазақстан әуе қорғанысы күштерінің сапында Си-295 ұшағының 8 данасы бар және 1 данасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінде. Қазақстанның әуе қорғанысы күштері 2012-2017 жылдары бұрынғы КСР аумағында алғашқылардың бірі болып 8 әскери көлік ұшағы Си-295-ті алған болатын. Си-295 ұшағы Алматыда орналасқан Қазақстан әуе қорғаныс күштерінің 281-ші көлік авиация эскадрильясының сапында тұр.
Қазақстаннан бөлек бұрынғы КСР аумағында Си-295 ұшағына қол жеткізген мемлекет Өзбекстан. Өзбекстанның әскери әуе күштері 2015-2016 жылдары Си-295-тің жетілдірілген түрі Си-295W ұшақтарының 4-еуін алған болатын. Құрметті көрермендер, осы видео ұнаса лайк басып, осы арнаға жазылайық. Бәріңізге рахмет. Сау саламатта болыңыздар.